Біздің енді қазақтың халқының бір бойында бір қасиеті, атадан қалған бір заттар болатын болса, соны киелі деп, мұра деп ешкімге тапсырмай жүретіні бар еді. Ал енді бүгінгі болайын деп жатқан шарамыздың біреуі сол кезінде Оразмағамбеттің ұстап тұтынған 1881 жылы ма Париж қаласынан шыққан кішкентай ғана дүрбесі екен. Ол осы Маңғыстаудан кетерде Тоқыбай Өтепбайдың өзінің бір күйеу баласы болады екен. Кетерінде, ал енді мен кетіп бара жатырмын Маңғыстаудың жеріне, тағдыр жазса қайтып оралатын шығармын. Өзімнің көптеген құнды заттарымда түбі қайтып оралармын деген есеппен Сахардың тауына жасырып кеттім. Бәлкім қайтып оралармын, бәлкім оралмас, оны бір ғана Құдай біледі. Мына мен ұстаған дүрбе ет осыны көзімде көріп ұстасын деп сол кісіге тастап кеткен екен.